Я, наверное, может, вкратце расскажу вот отдельные моменты, связанные с оплатой труда, условиями труда, а потом вы готовьтесь, вот вопросы, если какие-то вопросы будут от вас, я готов донести до парламента, до правительства, до президента, нести и как-то помочь вам. Рахмет. Бүгін біз мынау бірінші қалалық ауруханалардың ұжымымен кездесіп жатырмыз. Бұл жерде басшылар да жаңа өздерінің информациясын берді бізге, не істеп не қойып жатқандарын. Бірақ мынау қызметкерлердің тарапынан біраз сұрақтар болды. Айлық мәселесі, айлықтың көлемі аздау. Сосын мынау уақытылы жаңағы демалысқа шығу туралы сұрақтар болды. Оның барлығысын біз ертең облыс басшыларымен кездесеміз. Бүгін жаңа осы жерде денсаулық сақтау облыстық бөлімінің басшысы болды. Ол кісімен де біз жаңа сөйлестік. Ол сұрақтарды сол біз жаңағы ертең кездесуде айтамыз. Ол шешімін табады ғой деп ойлаймын. Бірақ жаңа осы жерде келіп мынау есепші жауап берді, басқалар берді. Олардың айтуынша бәрі орындалып жатыр дейді. Енді республика көлемінде, егерде заң түрінде ондай сұрақтар болатын болса, біз оларды ары қарай көтеріп, үкіметке жеткізіп, сұрақтар шешуге дайынбыз. В основной количестве палат есть душевые, санузлы. Раньше было 2, скажем, на этаже. Я как раз завтра встречаюсь с спонсором. Спонсор скажу. Да. Чтобы они еще раз поддержали вас.